Алматының болашағы туралы баласымен өткен жылы сөйлескен сөзі Асығаттың әлесінде. Демалыс күні еді. Асығат таңертеңнен бері жұмыс үстінде отырған. Бір мезет ол қалың ойға шомды. Осы кезде аяғын ептеп басып, әкесінің жанына Еркебұлан келді. Балконның ашық есігінен сыртқа қарады. Көз алдындағы көрініс елең еткізді. Әкесінің де осы суретке қарап отырғанын ұқты. Қарлы Алатау, бір ғажайып құстың қос қанаты тәрізді, қаланың үстінде қалқып, төңіректі бауырының астына алғандай. Тау қойнауындағы шаһар Асығаттың жұмыс кабинетінің терезесінен бір түрлі нұрланып, сәуленіне көзге тартады. Тау өңіріне күздің алғашқы күндері келіп, қайың қарағаштың жапырақтары сарғайыпты. Бақшада, қала алаңдарындағы қызылды-жасылды гүлдердің жұпар иістері мұрныңды жарады. Ал терезе алдындағы гүл шоқтары тоқыған крем тәрізді. Кенет селдір бұлт астынан күн шығып, қала қобдишадан алынған гауһар тастай жарқырай қалды. Алатаудың бөктеріндегі қала ертедегі гүлстан тәрізді, адамның қиялына сыймас бір керемет сұлулыққа шомыла түсті. Әкесі мен баласы осынау кенет өзгерген қала бейнесіне таң қалып, оған бұрынғыдан да сүйсіне қарады. «Алматы қандай сұлу», деді Еркебұлан. Баласының бұл сөзінен Асығат осынау тауға етегіндегі жүріп жатқан қала құрылысының ғажайып бейнелерінен, жасыл төккен бау-бақшаның сәнді көркінен туған ерекше шаттықтың үнін естіді. Әйтсе де ескі қала көңіліме тым жақын. Жас кезімдегі сурет әлі көз алдымнан кетпейді, деді Асығат ақырын күрсініп. Ал қазір фабрикалардың корпустарындай қатарласа дізілген сіріңкенің қорабына ұқсас біркелкі үйлер көбейіп барады. Әсіресе шеткі жақта. Көше біткеннің бәрі бір тал шөп шықпайтын асфальтпен құндақталған. Күн салқынса балқып қарамай иісін аңқытады. Жоқ, бұл сұлулық емес, тек мәдениет. Иә, деді Еркебұлан күліп. Айтып тұрғаныңыз, өтіп бара жатқанның бәрі қымбат деген баяғы ескі ән ғой. Ал салынып жатқан үйлерді шырпы қорабына ұқсайды дегенді сіз артық айтқандайсыз. Еркебұлан әкесіне де шешесіне де тек сіз деп сөйлейтін. Жоқ, артық айтқанда жоқсыз. Бұл іске тек бір бүйірінен қараған секілдісіз. Және қолайсыз бүйірінен қарағандайсыз. Есіңізде ме ескі қала? Есімде болмай. Және Алматының сол кезде де сұлу қала екені де есімде. Бар шаһар алма ағашының иісімен аңқитын. Сол уақыттағы апорт алмасының қандай екенін қазір ұмытуға шақ қалдық. Ал апорттың үлкендігі мынандай болатын. Ол қос жұдырығын көрсетті. Екі қадақтан бір мысқалы кем келмейтін. Сондай алманың бір арбасы 2 ақ сом тұратын. Сол кездің тілімен айтқанда 2 ақ сөлкебай. Бірақ әр нәрсенің кезегі бар. Асықпасаңыз әлі Алматының ортасында бұлбұлдар сайрап көшелерінде алма ағаштарының жұпар иісі аңқитын күндері де туады. Тек уақыт беріңіз, деді Еркебұлан. Ондай күнге жеткенше бұл арада бірде-бір алма ағашы қалмас. Қолын бір-ақ сілтеді Асығат. Жәшік тәрізді биік үйлер, асфальт машиналар, 10 мыңдаған такси, адам баласына осы ма керегі? Бұлар да керек, Еркебұлан басын изеді. Мәселе әр нәрсені өзінің құндылығына қарай пайдалана білуде. Біреуін асырып жіберсең болғаны, қаланың бар гармониясы бұзылады. Әкесі баласына тағы не айтасың дегендей сүйсіне қарады. Иә, деді Еркебұлан қайта сөйлеп. Алматы секілді сұлу қаланы салу бар да, оны қорғай білу бар. Өзіңіз білесіз, 73 жылы ол апатқа ұшырай жаздаған жоқпыз ба? Еркебұланның айтып тұрғаны медеудегі үлкен бөгет құрылысына байланысты жайт еді. Сосын қаланың тағы бір қиындығы, деді ол қайтадан сөйлеп. Алматы, Мәскеу не Калуга сияқты жазық далада тұрған жоқ. Алатаудың бөктерінде жатыр. Иә, мазасыз өңір. Асығат басын изеді. Ара-тұра сілкініп тұратын қауіпті өңір. Бұлар сол күні ұзақ сөйлескен. Әкесі баласының институтты жақсы бітірген жай инженер ғана емес, ойы ұшқыр, ақылды инженер екенін түсінген. Көңілі орныққан әке енді жазып жүрген бас кітабына бұрынғысынан да белсене кіріскен. Бірақ осы көктемнен бері ішінде бірдеме сыздана түйіліп, мазасын қатты ала берген соң емханаға барған. Көп бақылау тексеруден кейін өзін қабылдаған қарт профессор. Ал Асығат, дереу саған операция істеу керек деген. Қуыққа таяу тікішегіңде ісік бар.
Ал операция істетпесем не болады? Деген Асығат профессорға күле қарап. Не болатын еді? Іс насырға шабат. Деген профессор кеселінің өте қауіпті екенін Асығат енді түсінген. Ал операциясы қалай бұл кеселдің? Ауыр ма, жеңіл ме? Жеңіл операция емес. Профессор бұл жолы тікесін айтты. Ісік қуыққа жақын тұрғандықтан мұндай операция әрқашанда ауыр. Оның үстіне сенің жүрегіңнің көптен келе жатқан ыңқыл-сыңқылы бар. Ең алдымен жүрегіңді емдету керек. Онсыз бұл операцияда қауіпті. Егер жүрегім жазылмаса қайтесіздер? Деді Асығат. Бұл сұрақты неге бергенін өзі де білмеді. Жүрегіңнің жазылғанын күтеміз. Ал тіпті жазылмаса қайтесіз? Екі жағдайды салыстырамыз. Қайсысы қауіпсіз болады, соны істейміз. Былай да жағдайының қиын екенін Асығат түсінді. Әрине, операцияға жатып бұл кеселден біржолата арылған дұрыс-ақ болар еді. Бірақ соңғы кезде сыр беріп қап жүрген жүрегіне сенбеді. Асығат бойын тез жинап алды. Жарайды, деді ол. Маған бір тәулікке ерік беріңіздер, шешімімді содан кейін айтайын. Ода болсын, деді қарт профессор. Жасы келген адамға пышаққа түсу әрқашанда қауіпті дүние. Оның үстіне жүрек ауруы тағы бар. Ал операция істетпесе қайтеді? Ең жаман дегенде алдында әлде өмір бар ғой. Сол кезде өзінің өмірінің арманына айналған кітабын бітіреді емес пе? Операциядан аман қалмаса, арманда кетпей ме? Осындай бұлқан-талқан ой шырмаған Асығат түні бойы кірпік ілмей шықты. Әрі қырмызысын ойлады. Жоқ, ұзақ жыл өмір өтті өткелден біріне бірі сүйеу болып жығылмай еткендіктен ол қырмызысын жақсы көретін. Бұл екеуінің арасындағы махаббат күн аптабынан топтанып, әжімделе түскен жүздерінде ескі махаббат болғанымен бір-біріне деген адалдық атты сыннан өткен гауһар тас тәрізді тозбайтын, қартаймайтын асыл махаббат еді. Асығаттың әлесінде, онда бұл университеттің 3-ші курсында еді. Өлеңмен басы қатып жүрген шағы. Үлкен тыныстамада университет алдындағы кішкентай алаңға шығып, желеңдеп бітетін жолдың айтуға серең, керең тәрізді дөрекі емес, тілге майда, көңілге жеңіл тиетін ұйқасымын таба алмай, алаңды ерсілі-қасылы кезіп жүргенді. Фонтанды айнала бергенде кенет ол: «Ағай, қарындашыңызды түсіріп алдыңыз», деген бір әуезді үн естіді. Ой, айналайын-ай. Жігіт бұрылып жерде жатқан қарындашын алды. Басын көтерді. Қарсы алдында бота көзі күлімдеп бір сұлу қыз тұр. Бұрын университетте көрмеген бұны. Биыл түскен ғой, деді ол ішінен. Өзіне күлімсірей қарап тұрған мөлдір көзіне көзі түсіп, сасып қалды. Жүрегі электр тоғы ұрғандай дір етті. Сасқанынан не дерін білмей: «Кімнің қызысың?» деді. Қыз інжу маржандай аппақ тістерін көрсете күлді. «Апамның қызымын». «Апаңның папасы бар ма?» «Бар, биыл 80-ге аяқ басты». «Ой, айналайын-ай, мен ол папасын айтып тұрған жоқпын». «Енді қай папасын? Әлде менің папамды айтып тұрсыз ба?» «Иә, о да болған, бірақ соғыста қаза тапқан». «О, айналайын-ай, сіз немене таныспай жатып мені айнала толғана қалғаныңыз?» деп қыз тағы күлген. Жігіт қуанып кетті. «Иә, дұрыс қой, танысайық, менің атым Асығат. Ал менің атым Қырмызы». Қыз ұзын саусақты аппақ қолын ұсынды. Асығаттың есіне тағы бір сурет түсті. Біраз күн өткеннен соң қызды алғаш рет құшақтап, еш адам ерін тигізіп көрмеген Қырмызының жаңа піскен шиеде қызыл ерінен сүйген. Міне содан бері қанша жыл өтті. Бірақ бұл екеуінің өмір деген арпалысты ұзақ сапарда ашуланған, не бірдемеге қатты ренжіген кездері болған жоқ. «Ту, қайдағы жоқты айтады екенсің? Мені ойнап жүр дейсің бе?» деген секілді сәл кекілжің назға аралас ауыздарынан әлде қалай шығып кеткен бірдемелер болмаса, бір-біріне көңіл қалатын, не ұзақ уақыт ұмытпайтын өкпелі сөз айтып көрген емес. Сол жұбайы қосаққудың сыңары болған, жұбайы алда-жалда бұл пышақ үстінде қаза тапса не болады? Қайғыдан өледі ғой. Оның үстіне өзі аллергиялық көкжөтел. Биыл күз аусында ауруды жазады екен дегенге Чехословакияға апармақшы еді. Жоқ деп Асығат өзіне өзі. Аз уақыт болса да бірге болайық. Менсіз ол қалай өмір сүреді? Еркебұланым да институт бітіргенімен әлі екі аяғымен тік тұрған жоқ. Оған да әлі мен тәрізді рухани сүйеніш керек. Кенет оның есіне осыдан 10 жыл бұрын бір лашын құстың қалай өлгені түсті. Ұлпа қар жауып, күн жаңа ашылған еді.
Жердің беті әппақ және нағыз ақмақта тәрізді, жұп-жұмсақ болатын. Асығат беті қабыршақтанып қата бастаған көлді жағалап келе жатқан. Өлгелі жатқан лашынды ол байқамай қалды. Лашын да қар тәрізді аппақ еді. Тек өте бергенінде аяғының астынан бірдеме қыбырлағандай болды. Сәл кейін шегініп қарады. Қардың үстінде жатқан аппақ лашын құсты көрді. Тек тұмсығы мен топшысынан төменгі жағы өткір ұшты тырнақтары ғана қоңыр. Бөтен құспенен төбелесіп жараланды ма екен, әлде бір жерінен оқ тиді ме екен, жатқан жері қарға жайылған, қанынан сәл қызғылт тартқан. Асығат еңкейгенде ол адамнан қорқып не шошып дүр етпеді. Әлде қатты жараланып қимылдауға күші жоқ па, не өзіне төнген адамды көрмей жатыр ма? Асығат оның көзінен қарады. Ол әлі тірі екен, және өзіне төнген адамды сезген тәрізді, бірақ қимылдар емес. Асығат қайтадан енді оның көзіне үңіле қарады. Сарғылт көзін аспанға қадап лашын телміре қалған. Қар жауғаннан кейін ашылған аспан көк беңбек еді. Осы көгілдір аспанды күнде сан кезіп, өзінің табиғи еркіндігін мадақ етіп жүрген ағылашын қазір сол қуанышына ең болмаса бір көтер алмағанына өкініп жатқандай. Асығат құс қасіретін түсінді. Ол алашынды екі қолымен жайлап ұстап, ақырын көтерді. Түрегеліп алақанының үстіне отырғызып сәл тұрды. Сөйтті де аспанға қарап әп-деп лақтырып жіберді. Құс Асығатқа рахметін айтқандай, жаралы қанаттарын әзер қағып, үстінен бір айналып өтті де, ең соңғы күшін жинап жоғары көтеріле берді. Арқан бойы жоғарылады да, бірдеме іздегендей Асығат тұрған жерді қанаттарын әзер-әзер қағып тағы бір айналып өтті. Сосын кенет, бұдан әрі күшім жоқ дегендей, екі қанатын ашып алып құлаған тастай жерге қарай шүйілді. Асығат лашын түскен жерге жүгіріп барды. Осынау қар басқан даладан лашын сәл биіктеу бір төмпешікке келіп құлапты. Төмпешіктің құс құлаған жері қарайып көрініп тұр. Үлкен бір томардың түбірі екен. Кеудесімен түсіпті. Қан болған кеудесін аударып, Асығат енді шыны тәрізді қатып қалған құстың сарғылт көзіне тағы қарады. Ешбір қорыққандықтың, не қиналғандықтың белгісі жоқ. Сөніп кеткен лашынның көзінен ақынға құс жаңа ғана көктен түс күткен сұрағына жанына жайлы жауап тапқандай көрінді. Бишара ең ақырғы рет көк аспанның құшып өлгеніне риза болған екен, деген ол құстың солай өлуді арман еткенін білмесе де, өз-өзіне өзі сеніп. Құсекеш құста өлімнен қорықпады ғой, деді ол дауыстан. Көк аспанын сүйіп өлді. Ал мен неге қорқамын? Менде өз арманыма жетіп, дастанымды бітіріп, әйелімді ауруынан жаздырып, баламды жеткізіп неге өлмеймін? Сонда менің өмірімде әлі лашынның өліміндей құрметті аяқталмай ма? Ертеңіне ол емтиханаға барды. Қарт профессорға, жоқ, мен ешқандай операция жасатпаймын, деген. Аз болса да әлде өмір сүргім келеді, өмір шіркінді кім қиған? Қарт профессор бұған ойлана қараған. Мейлің, деген аздан кейін. Бірақ емдел, мүмкін көне ем дәрі шөптердің жәрдемі тиер. Асығат өлгісі келмеген. Сол себептен тың өлкесіне 3 айға жүріп кетті. Өз сырқатын әйел мен баласына айтпаған. Оларды қайғыртқысы жоқ. Мұнда келгеннен кейін қазақтың шөппен емдейтін бір қарт дәрігеріне де жолыққан. Көңіліме медеу болсын деп, оның берген дәру-дәрмегін ішуге де кірісті. Бірақ Асығаттың ауру жанынан негізгі емі өзінің дастаны болды. Олар өлер адамның бойы жазуы тәрізді кенет оны бір шабыт биледі. Аз уақытта Асығат дастан бітіруге айналды. Бұл оған жүріп келе жатқан ұзақ жолының бітуге жақындағандай күш-қуат берді. Бұрынғысынан да шабыттана түстірді. Мұндайда Асығатқа оны күтіп тұрған өлімде бәлендей қорқынышты көрінбеді. Сөйтсе де, әр күні кеткен сайын, дастанының әр жолы жақсы шыққан сайын, өлімнің таяй түскенін ұмытты. Дастанын бітіруге таяған сайын, өзінің бұл дүниедегі міндетін атқарып өтер адамдай көңілі бір түрлі орныққандай сезінді. Асығат мұндай күндері күнделік дәптеріне: өмір сенің қызығыңды көріп ем, бар отымды жүректегі беріп ем, суығына тоңсам дағы шыдағам, ыстығыңнан майдай балқып еріп ем.
Кезім болған күресіңнен жеңілген, көзім жассыз, көңілім жылап егілген, пендемін ғой, мен де туған анадан, жаралғам жоқ тастан әлде темірден. Төлейтін күн таяу қалған тәрізді, өмір атты уақытша алған қарызды, бар сұрарым, ақтай сірә алдым ба, адам деген ұлы борыш парызды, деп жазды. Осы кезде ол дастанын да бітірді. Тың өлкесінің егіс орағы қызу жүріп жатқан кезінде Алматыға қайтты. Мұнда келгесін бар күші, уақыты Еркебұланды қалай құтқарам деген арманға ауды. Бұл күнде Еркебұланның шешесі де осындай халде еді. Өзінің әлсін-әлсін ұстай беретін ескі кеселіне қарамай, бар тілегі жалғыз баласының төңірегінде еді.